Сәлем, сіздермен бірге түрленген Түркістан облыс орталығы болғалы, жаңадан тек мәдени ғимараттар ғана бой көтерген жоқ, сондай-ақ мемлекеттік мекемелер де жаңа ғимаратқа қоныс аударды. Соның бірі төтенше жағдайлар департаменті. Бұл Қазақстандағы алғашқы төтенше жағдайлар департаментіне салынған жаңа нысан. Ендеше осы заманауи ғимараттың тыныс тіршілігімен бірге танысайық, кеттік. Мұнда кіре берісте азаматтарды қабылдау бөлмесі орналасқан, ал бұл бөлме немен айналысады, қандай қызмет көрсетеді, қазір сұраймыз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Жақсы. Өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Тлеуқұлова Айсұлу Қағазбайқызы, кадр саясаты бөлімінің бас маманы. Бұл азаматтарды қабылдау бөлмесі немен айналысады? Бұл жалпы жұмысқа өтініш білдірген азаматтардан өтініштерін қабылдау және құжаттарын қабылдау осы жерде жүргізіледі. Бұдан да басқа жаңағы инспекторлық құрам болсын, басшы құрам болсын, осы қабылдау бөлімінде келген жаңағы өтінішпен келген азаматтарды қабылдайды. Жақсы, рахмет, жұмысыңызға кедергі келтірмейік, сәттілік. Көріп тұрғандарыңыздай ғимараттың құлашы кең, жарық және де жаңаның иісі әлі кетпеген. Біз дәл қазір осы төтенше жағдайлар департаментінің жүрегі саналатын 101 және 112 қызметімен бірге танысамыз. Жүріңіздер. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар, аман есен. Жақсы, рахмет. Енді осы жердің қызметімен таныстыра кетсеңіз. Бұл жерде бізде 101 қызметі және 112 қызметі орналасқан. Мына жерде 112. Ана жерде 111 қызметі отырады. Ал 112 қызметі қандай қоңырауларды қабылдайды? 112 қызметі облыс көлемінде адасқан, суға батқан, тауда адасқандар, тауда қалып кеткен, түсе алмай қалғандар, сол бойынша қоңырауларды қабылдап, осы жерден біз жіберіп отырамыз. Күшпен құралдарды осы жерден жіберіп отырамыз. Жақсы, ал енді 101 қызметші? 101 қызметі олар тек қана өрт бойынша қоңырауларды қабылдайды. Осы жерден олар өрт бойынша бақылап, қанша техника жолдау керек екенін осы кісілер басқарып отырады. Ал енді 112 және 101 қызметіне қанша қызметкер жұмылдырылған? 101 қызметіне штат бойынша 3 қызметкер жұмылдырылған, қазіргі таңда 2 қызметкер. 112 қызметіне де дәл солай 3 қызметкер қарастырған, бірақ қазіргі таңда 2 қызметкерміз. Ал күніне қанша қоңырау келіп түседі сіздерге? 112 қызметіне 500-дей қоңырау келіп түседі. Оның бізге қатыстысы 5-6 қоңырау бізге қатыстысы, қалғандары бізден сұрақ жауаптар алып, сондай басқа. Жақсы, рахмет, ісіңізге сәттілік. Рахмет, сіздерге сәттілік. Мұнда қызметкерлерге барлық жағдай жасалған екен. Бұл операторларға арналған осындай ас бөлмесі және мына жақта жатын бөлмесі бар. Бұл ерлерге арналған және әйелдерге арналған да бар екен. Қараңыздаршы, көріп тұрғандарыңыздай барлық құралдармен осылай жабдықталған. Не керектің барлығы бар. Түскі ас, таңғы ас, кешкі ас болсын, кез келген уақытта осындай өзінің қалаған тағамын әзірлеп жей алады. Және де мына жақта екінші бір бөлме, мұнда міне жатын бөлмесі, барлығы жаңа, таза, өздеріңіз көріп тұрғанда, және мына жерде де арнайы осындай жиһаз қарастырылыпты. Міне бұл мәжіліс залы, мұнда неше түрлі салтанатты іс-шаралар мен жиналыстар өтеді. Көріп тұрғандарыңыздай сахнасы өте кең және өте әдемі безендірілген екен. Ал мына жақта 100 адамға арналған осындай көрермен орындықтары да бар. Отырғанға өте ыңғайлы. Біз қазір жаңа ғимаратпен жақынырақ таныс болу үшін Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінің басшысы Дәурен Әшімханұлына келдік. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жақсы. Енді қоныс құтты болсын. Рахмет. Қанша уақыт болды осыны көшіп келгендеріңізге? Біздікі жылдың басынан бері осы ғимаратта жұмыс атқарып келеміз.
Қанша аумақты қамтиды, қанша қабаттан тұрады? Жері жалпы көлемі 1 гектар. Оның ішінде әкімшілік ғимаратта 4 мекеме орналасқан, және де бір өрт сөндіру бөлімі бар. Өрт сөндіру бөлімі атап айтатын болсақ 75 қызметкер жұмыс істейді. Әкімшілік ғимаратта 4 мекемені қоса алғанда 300-ге жуық қызметкер жұмыс атқарып жатыр. Ал енді жаңа ғимаратқа көшкендеріңіз, жұмыстарыңыздың сапалы болуына кішкене де болсын үлесін қосқан шығар? Әрине, өз ретінде, өздеріңіз білетіндей, алдында осыған дейін облыс болып ашылған кезде департаменттер үйінде, ол кезде тек қана біздің төтенше жағдайлар департаменті емес, басқа да мекемелер жұмыс істеген болатын. Қазір өз-өзімізбен жұмыс атқарудамыз. Жақсы, рахмет, жұмысыңызға сәттілік. Сау болыңыз. Біз төтенше жағдайлар департаментінің әкімшілік құрылымымен таныстық. Енді нағыз от пен өрттің арасында жүретін мамандар мен техникалармен қазір танысамыз. Сәлеметсіз бе? Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Жақсы. Жаңа ғимаратқа көшкендеріңіз құтты болсын. Енді жаңа техникалар да қосылған шығар? Бізге қазір таңда осы Түркістан қаласында 2 өрт сөндіру бөлімі болды. Осы бірінші өрт сөндіру бөлімімен қазір осы 39-шы мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі осы жаңа қала аумағында орналасқан. Бізде енді қазір таңда жалпылама 10 техника бар. Барлығы жаңа техникалар. Соның ішінде бізге қазір өртке шығатын арна 2 техника бар. Және де осы білесіз, жаңа қалада көптеген биік ғимараттар салынып жатыр. Сол биік ғимараттарға арналған 50 метрлі автосаты, сол және де қосымша кез келген жағдайда төтенше жағдай орын алған орындарға жіберетін көмекші техникалар бізде қазір таңда. Жақсы, ендеше сол техникалармен танысайықшы. Қайсысы жаңа? Қазіргі таңда мынау алдарыңызда тұрған өрт сөндіру автокөлігі. Бұл 6 қызметкер отырады ішінде, және де 5 тонна суы бар. Қазіргі жаңа техникалардың бірі осы. Бұл жерде қазір біздің өртке шығатын өрт сөндірушілердің өзіне арналған жаңағы өрт техникалық жарақтары әр өзі жеке-жеке дарады бөлінеді. Жаңағы оқпандар суды беретін, және де жаңағы оқпандарға арналған өзіне керекті қажетті өрт сөндіру жарақтары. Одан бөлек жаңағы біздің өрт сөндіру жеңдеріміз, яғни өрт орнында арнайы жеңмен осы құрылғыларды пайдаланып су береді, өртті сөндіреді, орын алған өрттердің орнын жояды. Артқы бөлігінде енді оқиға орнына барған кезде жаңағы осы өрт сөндіру автокөлігінің жүргізушісі суды береді осы құрылғы арқылы. Су қайда орналасқан? Су бұның өзінің ішкі жаңағы цистернасы бар. Бұл енді қазір бізге сыртқы жабдықтамасы сіздерге көрініп тұр. Бұл ішкі аумағында орналасады, арнайы 5 тоннаға арналған. Жақсы, ал енді осы өрт сөндіруге шыққан кезде белгі бір жүрексінулер бола ма? Қорқыныш деген сияқты. Енді ол қазір білесіздер, осы арнайы 101 қоңырау сым тетігі бар бізде. Ол білмейміз, ол ар жағында қандай өрт болып жатыр, ол жерде қандай жағдайлар болып жатыр. Бізге өрт оқиғасының хабарлама түскеннен сол оқиға орнына жеткенге дейін ол кез келген өрт сөндірушінің былайша айтқанда ішкі бір түтігінде қорқыныш болады. Мұнда 10 өрт сөндіру машинасы бар, және де 75 өрт сөндіруші қызметкер жұмыс істейді. Күніне 15 қызметкер кезекшілікке шығып отырады. Ал мынау менің жанымда тұрған өзімнен үлкен, бұл неше түрлі борандарда, қар жауған күндерде осындай көмекке шығатын автокөлік. Өздеріңіз көріп тұрғандай көлемі де өте үлкен. Мұнда қызметкерлер денесін шынықтыру үшін арнайы спорт залда қарастырылған екен. Ендеше ішке кіріп көрейік. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Істеріңізге жеңілдік берсін. Сәлеметсіз бе? Маған кішкене бір уақытыңызды бөле аласыз ба? Жарайды. Бұл спорт залда айналысу сіздерге не береді? Қайырлы күн. Біз осы өрт сөндіру бөлімі бірінші очередте осы
жаттығу залындамыз. Күн тәртібіне сәйкес таңғы және кешкі жаттығуларды күнделікті жасап отырамыз. Ал бұл жаңа техникалар, бұрынғы техникаларда бар ма еді? Бұрын жұмыс істейтін жерлеріңізде? Бұрынғы жерлерде болған, бұл жерде жаңа қазір күшімізді нығайтуға көбірек көмектеседі. Жақсы, рахмет, сәттілік. Мұнда қызметкерлер күн тәртібіне сәйкес күнделікті сабақ өтеді. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Қандай сабақтар өтесіздер? Не үйретіледі? Бізде бүгін күн тәртібіне сәйкес сабақ өткізілуде. Техника қауіпсіздігін және де өртке барған кезде техника қауіпсіздігін бірінші очередь сақтауымыз керек. Және өзіміздің және өзіңе қауіп қатерден сол сабақты күнделікті өтеміз. Бұл енді қызметкерлерге не береді? Бұны не бергенде өзіне бірінші очередь адам өзіне қауіп төндіру үшін, төнбеу үшін соған сондай сабақта өтіп тұруымыз керек негізі күнделікті. Жақсы, рахмет сізге. Істеріңізде сәттілік, зейіндеріңіз ашылсын. Мұнда мамандарға арналған осындай арнайы музей қарастырылған екен, жабдықталған. Міне бұрынғы замандағы өрт сөндіру техникалары және олардың киім үлгілері, су тарту құрылғылары және де өздеріне арналған мына жақта осындай бас киімдері десек те болады, неше түрлі телефон құрылғылары, кітаптар барлығы осында көрсетіліп қарастырылған екен. Бұл енді мұнда жұмыс істейтін мамандар үшін бір жақсы дерек, пайдалы ақпарат болары анық. Дәл қазір өрт болғандығы туралы шұғыл хабарлама келіп түсті. Өрт сөндіруші мамандар дәл қазір оқиға орнына барып, өрттің шығу себебін анықтайды және де сол өртті ауыздықтауға барын салады. Жаңа ғимаратқа көшіп өз жұмыстарын жаңа серпінмен бастаған өмір мен өлімнің арасында жүретін мамандық иелерінің тыныс тіршілігімен бүгін таныстық. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Амандықта жүздесейік.